Сені ренжіткенде үндемей қалсаң, оны қайталауға рұқсат бересің. Саған ауыр сөз айтты, сен ештеңе болмағандай түр жасадың. Сені кекетіп әзілдеді, сен өтірік күлдің. Сені ренжітті, сен тақырыпты бұрып жібердің. Осы реніш пен ашу бойыңда жиналып, іште жей береді, бірақ сырттай сен ештеңе істемей жүре бересің. Ал адамдар ары қарай саған құрметсіздік көрсетеді, кекетеді, ренжітеді. Бұл жағдайда үндемей қалу бұл даналық немесе сабырлық емес. Үндемей қалу басқа адамдарға жалғастыра бер деген сигнал. Келесіде сені біреу ренжітсе, үзіліс ал және былай жауап бер. Бұлай айтқаның маған ұнамады, олай айтпауыңды сұраймын. Неге олай айттың? Мені ренжіткің келді ме? Бұл ұрыс емес, бұл өзіңді қорғау. Сен адамдарға ұнамаған нәрселер туралы айтып бастамасаң, адамдар сені құрметтеуді үйренбейді. Реніш адамның жүрегін қап-қара ететін у секілді. Егер оны кешіріммен жуып тастамасаң, ол у ең әуелі өзіңді жегідей жейді. Кек сақтап ренішті ұзақ ұстау ауыр жүкті арқалап жүргенмен бірдей. Жолды қысқартпайды, бірақ қадамды ауырлатады. Ашу үстінде айтылған сөз жүрекке тас боп қонады. Реніш соны көбейтеді. Ал кешірім сол тасты суға тастағандай жоғалтады. Кек пен ренішті сақтаған адам өткеннің тұтқыны, ал кешірген жан болашақтың иесі. Ренішті жүректе сақтау шоқты алақаныңа қысып ұстағанмен тең. Ең алдымен өз қолың күйеді. Адамды ренжіткен сәтті ұмытпау күнделікті у ішіп жүріп, денсаулық күтумен бірдей. Ренішті жеңу ең үлкен ерлік, себебі дұшпанға жеңілмеу үшін күш керек болса, өзіңді жеңу үшін одан да артық күш керек. Ренішті кешіріммен жуып тастаған адам жеңілген емес, керісінше жүрегін тазартып, жанын биікке көтерген адам. Кек жанға тұзақ, ал кешірім жүрекке шипа. Реніш ұзақ сақталса, жүрек қатаяды. Жүрек қатайса, мейірім қашады. Ал мейірімсіз жан қаңғырған қу дала сияқты. Ренішті жүректе сақтау жабық терезені ашпай қоюмен бірдей. Ішіңде жарық та таза ауада болмайды. Кешірім реніштің тізбегін үзіп, жанды азат ететін кілт. Ренішті көп ойлаған сайын ол жүректе тамыр жайып, өзіңді өзің тұтқындап қояды. Ал кешірім оны тамырымен қопарып тастайды. Жүректе реніш бар жерде тыныштық болмайды, ал тыныштық жоқ жерде бақыт қонбайды. Ренжіген адам өткенге байланған адам, кешірген жан еркін өмір сүретін адам. Кек пен ренішті сақтап жүру, қолыңда шоқ ұстап, қарсыласыңа лақтырғың келіп жүре беру сияқты, бірақ ең алдымен өзіңді күйдіресің. Ренішті ұмытқан жүрек жеңіл болады. Жеңіл жүрек шаттыққа толы өмірдің кілті. Реніш адамды алыстатады, ал кешірім адамды қайта табыстырады. Кекшіл адам өзіне қиянат жасайды, өйткені жүрегін қараңғы оймен улайды.
ал кешірімді адам жүрегін нұрға толтырады.